Ал мен бүгін өзімнің оқырмандарыммен керемет жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Әрине ол біздің отбасымыз үшін бүгін айтулы күн. Келіңіздер, көрсетейін. Наконец-то біз елордамыз Астанадан үйлі болдық. Бұл деген сөз біздің бала-шағамыздың болашағына деген жаңағыдай инвестиция дейді ғой, иә? Балаларымыз үшін, жалпы отбасымыздың болашағы үшін Астана төріне біз 2 бөлмелі пәтер алдық. Қош келдіңіздер біздің пәтерге. Мына жерде санаулы жыл болады бұйыртса. Иә, мынау біздің асханамыз болады бұйырса. Иә, мына жерде балконы бар. Иә, бұл Астананың төрінде, Дворец школьников районында, Астана молдың артқы жағында. Бұйырса, спальня комната, бұйырса, мына жақта прям үйдің қасында 1200 орындық мектеп салынғалы жатыр. Енді біз қазір Астанаға көшіп кетеміз деп мен айта алмаймын. Бірақ дегенмен, мүмкін балаларымыз осы жаққа оқуға түсіп қалар, мүмкін кішкентайларымыз оқыр деген сияқты. Енді жалпы балаларымыз үшін біз осындай Астанаға келіп қонақтатып жатсақ та, әйтеуір өз үйімізде жатайық деген ниетпен біз осындай әдемі үйді иемдендік. Қуанышымызда шек жоқ. Терезелердің мына жердің барлығы ертең двор бәрі салынып тұр. Парк болады, мына Астана мол тұр, мына жақта Дворец школьников тұр. Сондай жалпы инфраструктурасы уже құрылған, сондай живой район дейді ғой, жаңағыдай адамдар тұрып жатқан район. Міне мынадай Созақ атты ЖК, атауы енді Шымкентский. Жалпы сыртқы құрылыстары уже дайын. Енді бұйырса суларды қосады, суды. Мына двор маған ұнады, өз сондай кішігірім, бірақ барлығы бар. Дүкені де уже бар. Жалпы мына айналасында торговый центр, магазиндер, гостиница, енді мектеп, барлығы уже бар. Бұл сондай адамдар тұрып жатқан район. Сонысымен ыңғайлы. Бұйырса енді Астанаға жиі келіп тұрамыз. Ал, Қайреке, міне жаңа үйіміздің қасында тұрмыз. ЖК, Созақ. Лучше ЖК Құрманғазы, Мақа, Досор деген жақсы еді негізі. Шымкентке келіп кетті аты енді. Өзім туған жері Созақ болғанмен, нағашылары Мақаттан ғой, жетпіштер. Мына компанияның иесінің акасы туған жері Созақ, да? Иә. Қандай патриоттар, иә? Дұрыс, мен де солай істерермін. Короче, біз қуаныштымыз. Бұл біздің отбасымыз үшін бір тоже жетістік. Бұл біздің осы көп жылдар бойы еңбек істеп жүрген жаңағы іс-әрекетіміздің нәтижесі. Тапқан ақшаңды анда мұнда жұмсамай, осындай дұрыс нәрселерге жұмсап, балалардың болашағына инвестиция сияқты біз құйып дұрыс амал жасап жатырмыз деп ойлаймыз. Сондықтан баршаңызға жұмысты болсын. Ал үйдің шаруасын бітірдік те, енді Астананың Зингл-Рич дүкеніне келдік. Бұл Қайраттың сүйікті дүкендерінің бірі, неміс бренді. Зингл-Рич жаңа точкасы ашылған, Тұран 52 адресі бойынша. Өте сапалы киімдер ер азаматтарға арналған. Маған да өзіме қатты ұнайды. Қайрат әрдайым осы Астанада киінеді осы дүкенде. Енді бұл жаңа точкасы, міне өте бір ерекше киімдер бар бұл жақта. Келіңіздер. Қайраттың любимый бренді бұл. Қайраттың районында тұрған жігіттер Астанада есіп қаладыңыз. Қайратты қанша тарқалып келатыр мен ал. Өзің киіндің, енді мен киінейін деп. Кішкене уақыт бар самолетке дейін, сондықтан осындай бір уақыт өткізілеміз. Астана. Маған Астана деген аты ұнайды көрші. Нұрсұлтан деп айта алмайын екен. Таңертеңнен бері Қайрат екеуміз әсерленіп, нәр татпақпыз. Соны қазір кішкене шай ішіп алайық деп отырдық. Менің дайректім жарылып жатыр. Менің оқырмандарым көптеген құттықтауларын жаудырып жатыр. Шынайы тілектерін айтып жатыр. Көп рахмет. Мен сезіп тұрмын, оның барлығы шынайы сөздер, шынайы хаттар екенін, және де сіздерге осындай қуаныш жұғысты болсын деп тілегім келеді менде.
Астанаға сапарымыз осымен аяқталды. Үйге қайтайын деп жатырмыз. Біз өзімізше 2 күн бойы жаңағыдай уақыт алатын шығар деп ойлағанбыз. Сонымен шаруамыз тез бітті. Енді көп нәрсе үлгердік, бірақ бір үлгермегеніміз мешітке барып үлгермедік. Бұйырса енді келесі понедельник тағы да келеміз Астанаға. Уже басқа себеппен сол кезде мешітке барамын деп мен үміттеніп тұрмын. Бұйырсын. Жол болсын.